Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату бауырлар. Мына біздер мына Қытайдың алмасын кеше ютубтан көрген ғой. Осындай жасап атқан. Сенбей өзім бүгін міне соның несін көрейін деп жатырмыз. Иншалла. Қараңыздар. Бұл Қытайдың алмалары. Бұның бізге әсері қандай болады? Бұл пышақ суып тұр, шаңдап отыр. Қараңыздар, Қытайдың қандай алмасын алайық, бұны золотой дейді, американка дейді. Мынау енді біздерге Аллах тағала денсаулықты аманат қылып берді. Үй іштеріңізді, бала шағаларыңызды қараңыздар. Қытайлар бізді улап жатыр. Міне қараңыздар, мынау золотой дейді алма, алманың сұры қараңыздар. Бұнда шіріп кеткен, құртап кеткен емес негізі. Местный алмалар дейтін. Пышақ тигізсеңіздер су шығып тұрады. Бұларды басқасын алмасын алайық міне. Кәдімгі шаң сияқты шығып жатыр. Местный алма дейтін құрт болады. Мында біздің алмалар сұрау бітті-ау деп ойлаймын. Бұны көргендеріңіз болса, біреулеріңізге айта жүріңіздер, біреулеріңізге көрсете жүріңіздер, денсаулықтарыңызға қарай жүріңіздер. Мына қараңыз, қандай не болып жатыр. Мына қараңыздар, қандай не. Осының бәрі біздің организмімізге кетіп жатыр. Денсаулықтарыңызға аманат болыңыздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату.